Бұлардың мақсаты Іле Алтай Тарбағатайды алуы. Себебі оңтүстік құм. Мұнай бар, бірақ құм. Су жоқ. Солтүстікте Іленің басы бар. Іле өз дариясы, Ертіс дариясы бар, Ертіс өзені. Бұлар соны аламыз деп отыр. Сондықтан максимал деңгейде ол жерде қазақ жасайтынын, Іле қазақ автономиялы облыс екендігін халықарада елеусіздендіру бұлардың басты мақсаты болып отыр. Түптің түбі Қытай құласа, қазақ сол жерді алу үшін бұлармен соғысады ғой, түптің түбі. Оны жаңағы халықтың назарына әбден сіңіру керек. Біз Қазақстанда батысы, ең батысы Орал, Астраханда қазақ, ең оңтүстік Тараз, Шымкенттің қазағы, ең солтүстік Петропавл, Павлодар, Өскемен, Семейдің қазағы, Жетісудың қазағы, орталық Сарыарқаның қазағы, бәрі сақадай сай тұру керекпіз. Қытай құлаған күні Ертіс өзені мен Іле дариясының басын алу керекпіз. Абылай хан бабамыздың өсиеті ол. Судың басын алмасаң, су менікі демеген деген. Судың басын сартқа беріп қойсақ, құрыған жеріміз сол. Ол ежелгі ата бабамыздың жері, Шүршіттер 1881 жылы жаулап алған жері. Соны қайтарып алу керекпіз. Енді бұл ала тақиялар енді қиялдай берсін, лағманға тойып алып, қиялдай беруіне рұқсат. Қиялдаған үшін салық төлемейді ешкімге. Өздерінің елін құратын болса, солар өздерінің ата бабасының ежелгі жерінде құрсын, бірақ Іле Алтай Тарбағатайды қазақтың қолынан алам дегендері қиял ол. Ол жерді қорғап Оспан Батыр ақ киізге көтеріліп өзін қан сайлатып, Оспан Батырдың шахид болғанына да міне күні кеше ғана 1951 жылы сәуірдің 29-ы. Оспан Батыр ол жерде осы ала тақияларға алып берейін деп ажал құшқан жоқ. Ол жерді Қытайдың зұлымдығынан құтқарам деп Әкбар Батыр, Сейіт Батыр күрескенде осыларға алып берейін, сендер ертең осы жерде самса пісіріп, лағман пісіріп жанбағыңдар деп ойлағанда жоқ, қиялдағанда жоқ. Ол жер ежелгі қазақтың жері. Ежелдің қазақтың жері. Іленің 9 ауданы лықсып тұрған қалың Қызай, Найманның басқа аталары бар. Текес, Моңғол күре лықсып толып тұрған Албан, Қорғаста Суан бар. Іленің осы Жетісудың осы бетінде аздап Қаңлы Жалайыр бар. Алтай беті толған Керей Найман, Тарбағатай Керей Найман, Уақ бар. Найманның қалған аталары мынау Санжы бар, Көлде, Үрімжіде Боғданың тауына дейін бар. Керейлер тұр олар атада. Сондықтан бұлар максимал деңгейде Қытай құласа, Шығыс Түркістанды құрамыз дейтіндері бар. Оның ішінде анау ақмақ қатын Сайрагүлде жүр, үш аймақты сартқа бере салам деп. Олардың ойлағаны болмайды. Бұлар алдымен Шығыс Түркістан құрбап, артынан атын өзгертейік дейді, өткендегі Ғұлам Осман Яғма деген шалы. Алдымен алып алайық ол жерді дейді, артынан атын не деп өзгертсек өз еркіміз ғой дейді. Ал мынау Қазақстандағы ала тақиялар оны Шығыс Түркістан деп атамай, Ұйғырстан деп атайық деп қол жинап жатыр екен қазір. Қазақстандағы ұйғырлардың ішінде. Мақсаттары не? Ол жердегі қазақтарды жаңағы жерден айыру. Оның бәрі болмайды. Бұлар өз жерін алса, сол Қашқар қотанына барып мемлекетін құрама, баспасына бір мемлекет құрып алама, Қашқарстан, Қотанстан құрып алама. Бәрібір оғыда біздің шаруамыз жоқ. Бірақ Іле Алтай, Тарбағатай, Буратал, Сайрам, Тақия, Жыңғылды, Санжы, Баркөл, Мори, Ақсай, Боғда ол тұтас қазақтың жері. Оны бұлар қиялдамасын, сыртынан меншіктеніп қиялдамасын. Осыны бүкіл қазақтың санасына сіңіре беру керекпіз. Осындай топтарда талқыға сала беру керекпіз. Ертең Қытай құлағанда ол жерге 100 мыңдаған қазақтың жігіті бару керекпіз. Қысқасы қарумен сол қазақтың жерін қорғап қалу керекпіз.
Ал бұларға біздің қарсылығымыз жоқ, бірақ біздің жерімізге таласса соғысу керекпіз, қысқасы. Біздің жерімізге таласты ма, соғыс, қан төгу керекпіз. Ал жерімізге таласпаса, онда өз жеріңе барып өз мемлекетіңді құра ғой. Сайрагүлмен қосып бере саламыз, мә деп. Ринатпен қосып, мә. Нұрсила, Пұрсиласымен қосып бере саламыз, мә. Осыларды алып кетші деп, мына қалың алаяқтарды, лағманшыларды қосып бере саламыз. Осылармен барып мемлекет құруына құмның ішінде деп. Баспасына құрбаларына өзі біледі. Лағманыстан, Мантыстан, Соменістен құрбаларына өзі біледі. Бірақ біз қазақтың ата бабамыздан қалған ежелгі жерімізді берсек болмайды. Ертіс пен Іленің басын беретін болсақ, ертең Қазақстан сусыз қалады. Бүкіл солтүстік Қазақстан, орталық Қазақстан бірақ қағырға айналады. Іле өзенінің басын бұрып алып, Балқаш, Қапшағай бірақ құриды. Орталық Азиядағы бірінші мәселе су болады. Сондықтан Қытай құлаған сәтте шығыс алаш жерін, шығыс қазақ жерін алу әрбір қазақтың мойнында парыз, міндет. Осыны бүкіл қазақтың санасына сіңіру керекпіз. Әрбір қазақ дайын тұру керек. Анау Майқапшағайдың шекарасынан, мына Мақаншы, Жалаңаш көлдің шекарасынан, Бақты шекарасынан, Тарбағатай тұсынан, мына Жетісудың шекараларынан, Қорғастан, Шонжыдан, мына атпен өтетін Тау-тастағы шекаралардан, ана Алатау аузынан, тұс-тұстан, әр жерден жаңа 50 мың, 20 мың қол болып, қазақтар бару керекпіз. Ол кезде қаруды біз шешеміз. Қарумен өз жерімізді алып қалу керекпіз. Ол жерді алып қалу керекпіз қазақтар. Ол бүкіл қазақ баласын, жер бетінде жасаған бүкіл қазақ баласын. Арысын анау Монғолияның жерінде жасап жатқан қазақ, мына жағы Иран жеріндегі қазақ, Ауғанстанда қазақ, Түркияда қазақ, Еуропада қазақ, Қазақстанда қазақ, Өзбекстанда қазақ, Ресей жерінде жасап жатқан қазақ, Түркпен Тәжікстанда жасап жатқан қазақ. Бүкіл жер жүзіндегі қазақтың мойнындағы бірінші парыз осы болады. Құдайдың істе деген істеп, Құдайдың тиіл дегеннен тиілетін қазақ, ұлтын сүйетін қазақ, ақиретін ойлайтын қазақта Құдайдың міндет деген парызынан тыс ұлт алдындағы бір борыш осы. Абылай хан бабамыздан қалған өсиет осы. Судың басын алу керекпіз. Іле өзені мен Ертіс өзенінің басын сарттарға беріп қойған күні қазақ құрыйсың. Сол жерді алу керекпіз. Ол ежелдің ежелінен қазақтың жері. Қазақ хандығының жері. Мына сарттар, оны кеше Жоңғар айдап алып келген сарттар, Іледе бір 5 садыра сарт бар. Ол кеше Жоңғар құл қылып айдап келген, сол Құлжа қаласының ар жақ бер жағы, сосын бір елді мекендерде сол егін егуге алып келген жоңғарлар. Олар ол жерге таласа алмайды. Ол жердің иесі емес олар. Ал ол бүкіл Іле, Алтай, Тарбағатай мыңғыртып ұстап отырған тағы да қазақтар, қазірге дейін қазақтар. Сондықтан ол Іле қазақ автономиялы облысы. Олар ойламасын жаңағы сол жерде жүреміз деп. Әрине бұл халыққа жанымыз ашиды. Обал Қытай қырып жатыр, геноцид жасап жатыр. Біз қаншама бұлардың түрмеде отырған адамын алып шықтық. Ана лагерь куәгерлерінің денін осы қазақтар құтқарып бердік бұларға. Бауырлас халық. Бірақ мына арамза саясаткерлер бар, әдейі қазақ пен осылардың ортасына от жаққысы келетін. Оларға біріншісі Құдайдың қарғысы болсын. Екіншісі олар өз ұлттарына жамандық істеп жатыр. Біз бұлардың Қытайдың зұлымдығынан құтылуына тілектеспіз. Бірақ өздерінің ата бабасының ежелгі жерінде. Ал қазақ жерінен дәмеленбесін. Қазақ жерінен дәмелене ма, онда жоңғар сияқты соғысамыз. Қазақтар жоңғарды жер бетінен жойып жіберген халық қой, геноцид жасап. Бізге біз қазақ соғысқан кезде бұлардың бәрі қазан ошақ жағалап жүрген. Бізбен соғыса алмайды сөздің шыны керек. Соған қазақтар сенімді болыңдар.